Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге осыншама уақыт болатын. Мен Дәурен Амангелдиев. Ағайындар, көлік алдым. Негізі басты мақсатымыз бізде кабан алу болатын. Жағдай біз ойлағандай бола алмады. Карантин болды, анау болды, мынау болды, ақша төмен түсті. Ақылға сала келе, ойлана келе басқа көлік алдым. Мақсатымызға жеттік те, жете алмай да қалдық. Бұл көліктің басты мақсаты астымызда әдемі жүріп беру. Және бұл көлік қарапайым Қазекеңнің Audi соткасы. Қайда барасың трезвый өмірден қашып, ертеңіне күтеді деп ойланбайсың даже. Ал біз дальше жүре береміз, тоқым менсінбей біз үнгенеміз, сосын айтпа демейміз, астыда и пошкінеміз. Біз бәрін білеміз, жоғары мінеміз, тізеден келеді теңіз, жегіземіз. Вайб без всяких там анау мынау әңгімесі, бәрін өзің білесің ба? Сында наркота шегіп алып келесің, ертең өкінесің бірақ. Бесикни, срешь ты, эх, молодежь. Если не дунешь, то не уснешь. Если не выпьешь... Бұл марка бізде 92 жылғы. Менен жасы үлкен. Ескі болғанмен қазіргі таңда ең надежный десем де болады. Солардың қатарына кіреді. Ескі жылмен салыстырған кезде. Жалпы бұл маркада 2 куб, 2-де 3, 2-де 6, 2-де 8 болып бөлінеді. Куб айтып отырмын. Ал менде тұрғаны 2 куб, қарапайым монопресспен. Оның бас ауру деген әңгіме жоқ қой бұлда. Ал енді 2-де 6 мен 2-де 3 капризнелау келеді, инжекторіне особенно. Ал 2-де 8 мен алған бағадан әлдеқайда қымбат болды. Сол себепті осы марканы алдық. Қарап тұрғандарыңыздай, бұл HS-ке ұқсайды сыртынан. Себебі бамперлерінің бәрі HS-тікі. Алдыда, артыда. Және бұл көлікте задний камера бар ағайындар. Қазіргі енді техника дамыған ғой бізде. Сол себепті бізде айтқанда люкс қой саналады ғой. Түсініп отырған шығарсыздар. Енді бұның көп айтатын мәселесі жоқ бұда. Бұның маған деген бағасы арзан болды. Жағдайы көріп тұрғандарыңыздай бодрый. Және де бұл көліктің өтте запчасты арзан. Шыроттан тауып аласың. Ал егер ағайындар салонға келетін болсақ. Ой, брат, есіме шығып кетті ғой, дискті қарашы сен. AMG ғой аттак. Кабан сердце, брат, кабан сердце дейді. Жалпы бұл көліктің салонына келейік. Бізде электропакет, салон көріп тұрғандарыңыздай таза, өтте таза. Электропакет, кондер, пешка ұрып тұр ғой ағайындар. Одан артық бізге басқа не керек? Ең минусы люкс жоқ. Сол себептен 92 жылы бұл пол люкс дейді ғой, жартылай люкс. Бағасы. Ол бағаға қандай көлік көруге болатын еді? Mercedes, BMW ма, Volkswagen Passat па, или Golf тройка ма, бәрін көріп шықтым. Бірақ жағдайлары өте нашар болды. Golf тройкадан бірақ жағдайлар жақсылары бар, бірақ ол көлік өзіме ұнамады. Mercedes-тің 200-230-24 кузовтарын алатын болсақ, олардың қазіргі таңда 1.300.000-ге. Айтады ғой, моторын ұстайтын стойкаларының көбісі шірік, жағдайлары өте нашар. Ал BMW-ның 5-ші сериясына келетін болсақ, 520-525 дейді ғой, E34 кузов. Олардың көбісі соғылған, ұрылған, адам емес дейді ғой, бір сөзбен айтқанда, есі дұрысын табу өте қиын болды. Ал бұл көлікті маған бағасы ұнады. Досым айтпақшы, бұл көлік бюджетный ғой. Маған досым айтпақшы, бұл ақшаға 12-13 жылғы не алсайш дедің? Лада ма? 14-15 алсайш деген. Бірақ айтайын сіздерге. Бір сөзбен айтайын, бұл 14-15 говно.
қалған өздеріңіз түсініп аласыздар. Жалпы бұл көлікке көбісі жетіп жатыр, көбісі жете алмай да жатыр ғой. Қаншама адам бұл көліктен машинада есептемейді. Олар ана қымбат машина мініп үйреніп қалған класстар ма. Енді бізде вариант жоқ. Осымен күнімізді өткізерміз. Әлі талайда жақсы жақтары болады ғой. Өмір алмай кезек дейді, жаңа көліктен мініп қалармыз. Енді соңғы айтатын мақсатымыз не мінсеңіздер де екіліктеріңе мініңдер. Қуып кетті ме? Das, Та, Таевский. ски. Достоевский. Освежитель. Бұның конкуренциясына келейік ағайындар. Бұның конкуренциясы өте көп десем де болады. Мерседес. Бля, бәрі құрттық за. Ал қазіргі таңда біздің Қазақстандағы көлік нарығына келетін болсақ, біздікі газельдер жылына емес, сапасына, жағдайына қарап алатын болды көбісі. Қанша жағдайы жақсы болса, сонша көлік қымбатырақ болады. Жалпы менің бұл сөзбен не айтпақшы деп ойлайсыздар? Жалпы біздің көлік нарығы өте нашар. Қазіргі біздің осындай көлік мінуге шамамыз келеді, әйтеуір Құдайға шүкір болғанда. Бірақ алдыда әлі талай белестер күтіп тұр деп ойлаймын. Жаған көлікті де ауыстырып, ары-бері мінетін шығармыз ағайындар. Сіздермен бірге болған мен Дәурен Амангелдиев. Каналға тіркеліп, лайк басайық. Сіздерге гелик, маған ренжік. Қош сау болыңыздар.